Бекқожа Ринат нөмір 101 мектеп лицейінің 10 сынып оқушысымын. 20 ғасырдағы зұлматқа қилы оқиға Отан соғысының қанды қырғынына қатысқан менің атамның арғы-атасы Кенбай Ферғали. Жалпы Кенбай атамнан 7 ұл 2 қыз дүниеге келген. Соның 4 ұлы соғысқа аттаныпты. Екеуі елге оралып, екеуі қайтып келмеген. Кенбай ұлы Ақтөре атамыз 1944 жылы соғысқа аттанып, хабарсыз кеткен. Ал Кенбай ұлы Ерғали атамыз қатардағы жауынгер. Ленин ауылдық кеңесі Амангелді кеңшары жерінде 1905 жылы дүниеге келген. Сырдария аудандық әскери комиссариаты арқылы 1942 жылы соғысқа алыныпты. 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясында және де 33-ші гвардиялық атқыштар полкының құрамында соғысқа қатысып, 1944 жылы 5-ші ақпанда қаза тапқан. Қазіргі таңда Украинаның Ровно облысы Дубненский ауданында Жорново селосында жерленген. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай менің әпкем Бекқожаева Гүлхан Ұлағат ұясы газетінде қан майданға аттанды, менің де атам атты мақаласын Қызылорда облысынан аттанған батыр аталарымыздың рухына арнап жазған. Ұлы жеңістің 50 жылдығына арналған Қызылорда облысының Сырдария Тереңөзек ауданы бойынша майданға аттанып, содан қайтып оралмаған аталарым туралы мәлімет Боздақтар кітабының 1-ші томында енгізілген. Келе жатқан ұлы жеңістің 75 жылдығымен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біз осындай батыр аталарымыздың ұрпағы екенімізді мақтан тұтамыз. Сарғайса да тарихтың ақ парағы сол күндер мәңгілік есте сақталады.